Сізді өтініш салып тұрмын. Енем қайтқаннан кейін қайнымыз бен келініміз бар, біздің отбасымыз бар, ортамызға ақша үшін түсініспеушілік, ренжіс пайда болды. Соны істеуге болады деп салдыртып жатырсыз. Енді солай, енді қысқаша мен солай түсіндім. Сосын сол өтінішіңізді салып тұрмын. Қайныңыз қазір мына оң жақ жастық солға ауып, маңдайы түйіліп, көп бір ашумен керексіз ойларды көрсетіп тұр. Алдыңғы уақытта да солай бола ма деп жаңағыдай бір ызаланған несін көрсетеді. Оң жақ бүйірі қысылып, сол жақ бүйірі тоқ, 40-тың бір жүрегінде үміттеніп бір хабар күтіп отыр. Мынау екі босағасы тең түсіп, жаңағы құйысқаны өзінде болып тұр. Ал енді мынау қайныңыз қазір, ортадағы бір әңгіме бар. Әңгіме мынау тұрған құйысқанға түскен ақша енді сіздердің жаңа өзіңіз айтыпсыз ғой, сол ақша жөнінде болып тұр. Олжа есебінде, сол олжа қолыма тимей кетті деген бір ашуменен ол ортада шығып тұрған әңгіме. Ол сіздерге де байланысты, ол өзінің қасынан маңынан да шығып тұрған әңгіме. Солардың сол шаптауменен жаңа ақшаға байланысты жаңағыдай керексіз ойлары әкеліп сіздерге ренжістіріп, жаңағыдай қылыстырып тұрған дағысын көрсетіп тұр. Өзі жаңағыдай соған уайымдап, мен алдап кетті дегендей бар. Жаңағыдай қазіргі таңда солай ойлап тұр, ішкі дүниесі солай ойлап, сондай ойды көрсетіп тұр. Алдыңғы уақытта мен соны жетуім керек, алуым керек деген бір сондай соқыр бір жаңағыдай қойған мақсаты бар. Оны шаптап отырған қасында адам бар, бір әйел затын көрсетеді. Енді жаңағы келініңіз шығар, енді орта бойлылау, жаңағы орысша айтады ғой, светлая жесть, сондайды көрсетіп тұр. Енді фотосында соған келіп тұр, енді сол шығар деп отырмын. Енді келініңіз жаңағы қайныңызды шаптап, жаңағындай сөйтіп тұрғанда, ол шаптау әңгіме неден шығып тұр? Әрине сіздер жаңа бірге тұрғаннан кейін, қайныңыздың жаңағы жаман қылықтары бар болғандықтан, енді ішімдікке жақын дегенсің, енді жаңағы ақшаны бәрін өздеріңіз ұстадыңыздар, дұрыс, оның дұрыс болған. Бірақ енді содан кейін өздері бөлек кетіп, 100 күндікті бөлек жаңағыдай өз үйлеріңізде беріпсіздер. Негізі сол қате болды. Сол 100 күндікті да сол үйде беріп, енді сіз жаңағы сұрақ дұрыс не істеймін, қалай құтыламын деп. Бұл қателік сіздерден кетіп тұр негізінде. Ол үйтуге болмайтын еді. Қайныңыздың мінезін білесіз, келініңізді білесіз. Сондықтан сіздер сол жерде шыққанда отчет беріп шығуларыңыз керек еді. 100 күндікті да сол жерде беріп, ал жоқ олай болмағандықтан, сол өздеріңізде бергендіктен, сол қайныңызды, келініңізді тағы жақындарыңыз отырғызып қойып, мінеке мынау мында кетті, анау мында кетті, мына қалғаны осы деп, сол жерде отчет беру керек еді. Қазір де кеш емес, соны айту керек, көрсету керек. Бұл негізі сіздерде де кінә бар үлкен. Ол бірге тұрғаннан кейін дұрыс, бөлек шыққаннан кейін бұл қате. Сондықтан соны жөндеу үшін қайныңыз бен келініңіз бар, тағы басқа бар, ортаға алып, жаңағыдай отчет беру керек. Ол негізі сол дұрыс. Әйтпесе бұл жанжал мінеке тоқтамайын деп тұр орталарыңызда.